Сіздер ме құрметті студенттер, Тау-Кен кәсіпорындарының құрылыс пәні бойынша бейне дәріске қош келдіңіздер. Дәрісті жүргізуші Әбілқас Сағынов атындағы Қарағанды техникалық университеті пайдалы кен орындарын қазба өндіру кафедрасының өткен 23-ші дәрісте 4-ші бөлімнен оқпан албарын жүргізудің 5-ші тақырыпшасын көмір шахталарында оқпан албары қазбаларын жүргізу кезінде бал жабдықтарды таңдауды қарастырған болатынбыз. Бүгінгі 24-ші дәрісте 4-ші бөлімнен оқпан албарын жүргізудің 6-ші тақырыпшасын кен кәсіпорындарында оқпан албары қазбаларын өту кезінде жабдықтардың рационалды жиынтықтарын таңдауда теспелерді бұрғылаудың тәсілдерін қарастырамыз. Кеніштерде күрделі қазбаларды жүргізу кезінде өз жүргіш техникаларды қолдану кеңінен өріс алған. Бастапқыда өз жүргіш машиналардың жүріс бөлігі шынжыр табанды түрде орындалған, кейіннен шынжыр табанды машиналар қысым доңғалақтарылға ығыстырылып шығарылған. Қысым доңғалақты машиналар тым мобильді, маневрлі, жылжу кезінде энергиялық шығынды аз қажет етеді. Жаңа қысым доңғалақты жүрістен тұратын өз жүргіш шөмішті тиегішті және жеткізбелік машиналар өздерінің техникалық экономикалық көрсеткіштері бойынша шынжыр табанды жүрістен тұратын машиналарда біршама асып түсті. Қысым доңғалақты жүріс базалы және көмекші өз жүргіш машиналар қолданулары бойынша кеңінен өріс алған. Олар ауыр көмекші жұмыстарды, мысалы жүктер мен адамдарды жеткізуді, металды конструкцияларды құрастыруда және тағы басқаларда механикаландыруға мүмкіндік туғызды. Кейінгі жылдары жер астын пайдалану талаптарына сәйкес келетін жоғары өнімді біршама машиналар құрылды. Бұл машиналар қолдануға ұсынылған машиналарға дизельдік жүргішпен жабдықталған өз жүргіш машиналар жатқызуға болады. Электрлік және қысымдық машиналармен салыстырғанда дизельді жүргішті машиналардың басты артықшылықтарына мыналарды жатқызамыз. Олардың жоғары қуаттылығы, келесі жұмыстардың шығарылуы, электр коммуникацияларының және жабдықтардың болмауы, жоғары мобильділігі және маневрлілігі. Кейінгі жылдары Қазақстанның жерасты кеніштерінде қазбаларды өту үшін көптеген өз жүргіш жабдықтар жиынтықтармен жабдықталынған. Кеніштерді техникамен қайта қаруландырудың арқасында жерасты жұмысшыларының еңбек өнімділіктері 50-80%-ға артты, ал еңбекті ұйымдастыруды жетілдірудің арқасында 5-6 рет өсті. Түсті металлургиялық кеніштерді қайта қаруландырудың арқасында олар қарқынды дамуда. Кеніштерде, яғни рудниктерде өз жүргіш жабдықтардың жиынтықтарын қолдану арқасында олар үлкен экономикалық көрсеткіштерге жетілдірілді. Жұмыстың еңбек өнімділігі 2-3 есе өсті және 4-16 метр куб адам ауысына дейін құрады. Тасымал жабдықтарды қолдану кезіндегі көрсеткіштермен салыстырғанда 1 тонна кеннің өзіндік құны 10-25%-ға төмендеді. Теспелерді бұрғылаудың тәсілдері. Кен өнеркәсіптерінде теспелерді бұрғылау перфораторлардың, үстінді колонкалардың және бұрғылау қондырғылардың көмегімен жүзеге асырылады. Ұзындықтары мен көлденең қималардың аудандары шамалы қазбаларды жүргізу кезінде қол перфораторлары жиі қолданылады. Бірақ та қол перфораторлардың артықшылықтарына қарамастан, олардың кейбір кемшіліктері, яғни шуландырулығы, шандылығы қолданылу ортасын шектейді. Қол перфораторлығын қолданылу диапазондарын арттыру үшін Технотула ООО Ресей мамандардың тобы жаңа перфоратор істеп шығарылған.
Олардың негізінде тәуелсіз ұрғылау және айналатын схемасымен салынған ПП-63В типті перфораторларында ұрғылау механизмі айналым механизмімен бірлесіп жұмыс істейтіні белгілі болды. Бұл дірілдеуік пен шуландырудың деңгейін арттырады. Бұндай жағдайда осындай типті жоғары өнімді перфоратор құрудың мүмкіндігі шектелінеді. Жаңа перфораторлар бұрғылаудың бірнеше режимдерін жүзеге асырады. Яғни уатпа балғасының айналмалы және соққы айналмалы бұрғылаудың режимдері. ПП-63В типті перфоратормен салыстырғанда бұрғылаудың жылдамдығын 15%-ға өсіреді. Кейінгі жылдары гидравликалық перфораторлар кеңінен қолданылуда. Пневматикалық перфоратормен салыстырғанда олардың артықшылықтары мынада: соққылау қуатының жоғарылығы және айналу кезеңі бұрғылау жылдамдығын 2-2,5 есе арттыруға мүмкіндік жасайды. Еңбек және энергетикалық шығындар 20-30%-ға азаяды. Шуландыру деңгейі 20-30%-ға төмендейді. Сондай-ақ соққылау мен күш салудың сәйкес келуі бұрғылаудың ең үлкен жылдамдығын қамтамасыз етеді. Дәрісте қолданылған әдебиеттер: Тау-Кен кәсіпорындарының құрылысы, Қазақстан Республикасы және білім ғылым министрлігі ұсынған оқулық. Авторлар Қамаров, Айдарова. Жер асты тау-кен жұмыстарын дайындау қазбаларын жүргізу технологиясы, Қазақстан Республикасы оқу-ағарту министрлігі ұсынған оқулық. Авторлар Қамаров, Әбеу. Қарағанды баспасы 2020 жылы шығарылған. Бүгінгі 24-ші дәрісте 4-ші бөлім оқпан албарын жүргізудің 6-шы тақырыпшасы кен кәсіпорындарында оқпан албары қазбасын өту кезінде жабдықтардың рационалды жиынтықтарын таңдау, кеспелерді бұрғылаудың тәсілдерін қарастырдық. Дәріс аяқталды. Келесі 25-ші дәрісте 5-ші бөлімді оқпанға жанастыра шанақтар кешендерін жүргізудің технологиясын қарастырамыз. Назарларыңызға рахмет.